Сәлем достар, бүгін біз дәмді, уақыт алмайтын, тез дайын болатын тағам күфте мен картоп пісіреміз духовкада. Ол үшін алдыменен 1 килограмм етті ет тартқыштан өткізіп аламыз. 2-3 жуа қосамыз. 1,5 шай қасық тұз қосамыз. 1 шай қасық сарымсақ ұнтағын қосамыз. 1 шай қасық қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді етті жақсылап ұрамыз. Видеода көрсетілгендей. Етіміз жұмсақ, сочный болып пісу үшін. Енді күфтелерге пішін береміз. Видеода көрсетілгендей. Осылай еттің барлығын жасап аламыз. Енді картопты 5 мм қалыңдықта дөңгелек етіп турап аламыз. Картопқа 1 шай қасық тұз қосамыз. 1 шай қасық паприка қосамыз. 1 шай қасық сарымсақ ұнтағын қосамыз. Және 50 грамм сұйық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді табаға картоп пенен күфтелерді теріп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Үстіне болгар бұрышын қызанақ қосамыз. Соусымызды дайындап аламыз. 1 ас қасық томат пастасына 200-300 мл су қосып араластырамыз. Тамағымыздың үстіне құямыз. 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Картоптың піскенін көреміз. Асымыз дайын. Өте дәмді, еті жұмсақ, сочный болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.